Алтыншы сынып дүниежүзілік тарихы 7-ші тақырып орта ғасырлық қалалардың дамуы. Қаладағы қолөнер 10-11 ғасырда қажетті мөлшерде жерге иелігі болмағандықтан қолөнермен айналысуға бет бұрған адамдар жиналған тұтас елді мекендер пайда болады. Осындай қоныстардан кейін қалалар өсті. Орта ғасырлық қалалар сауда жолдарының қиылысында, өзен өткелдері маңында, адамдар шоғырланған жерлерде пайда болды. Көбіне шағын қалашықтар қорғаныс мақсатында ірі замоктардың қасында орналасты. Қаладан пайда түсіп отырғандықтан феодалдар оларға қорған болды. Қолөнершілермен қатар қалаларға саудагерлер кеңінен қоныстанды. Базар орта ғасырлық қаладағы ең басты орын болды. Қала ортасында ратуша ғимараты тұрды. Қалаға қатысты маңызды мәселелер осы жерде шешілді. Қаладағы басты шіркеу де осы маңда орналасты. Қалалықтар шіркеуге тек қана сыйынуға емес, маңызды оқиғаны немесе мейрамды атап өтуге, әкімшілік жарлығын тыңдауға, қызмет адамдарын сайлауға да жиналды. Қаладағы бай, құрметті адамдардың үйлері осы алаңға жақын салынды. Әр қаланың өз соты, әкімшілігі болды. Батыс Европада орта ғасырлық қалалар Италия, Франция, Нидерланды, Англия, Германияда, Рейн мен Дунай өзендерінің бойында пайда болады. 11 ғасырда Брюгге, Ипр, Гент, Лиль, Дуэ, Арас қалаларының шұға өндірумен даңқы шықты, және олар Европаның көптеген елдерін шұғамен жабдықтады. Орта ғасырлық қалалар өзінің сырт көрінісі жөнінен қазіргі қаладан мүлдем өзгеше болды. Қалалардың көлемі тым шағын болатын. Әдетте олардың тұрғындары 3-5 мың адамнан аспайтын. 80-100 мың астам адамы бар Париж, Милан, Венеция, Флоренция, Кордова, Севилья сияқты қалалар өте аз болды. Сауда 9-11 ғасырларда қалалардың тұрғындары ауыл шаруашылығынан түпкілікті ажырап кеткен жоқ. Қолөнершілер бастапқы кезде саудамен де айналысты. Кейінірек қалаларда қызметі зат өндіру емес, тауар айырбасы ғана болған жаңа қоғамдық топ, көпестер пайда болады. Батыс Европада ішкі және сыртқы саудада жәрмеңкелер үлкен рөл атқарды. Жәрмеңкелерде астық тәрізді өтімді заттар көтермес сауда жолымен сатылды. Аса ірі жәрмеңкелер сыртқы сауданы өрістету ісінде үлкен рөл атқарды. 13-15 ғасырларда Европалық сауда негізін екі ауданда тоғысты. Соның бірі Батыс Европалық елдерді шығыс елдермен байланыстыратын Жерорта теңізі еді. Бұл саудада араб және византиялық көпестер басты рөл атқарды. Ал 12-13 ғасырларда жетекші рөл Генуя, Венеция, Марсель, Барселона көпестердің қолына көшті. Европалық сауданың екінші ауданы Балтық және солтүстік теңіздер болды. Мұнда балық, тұз, былғары, зығыр, кендір-жіп, балауыз, қарамай, кеме жасайтын ағаш, ал 15 ғасырдан бастап астық саудасы жүрді. Тауар ақша қатынасы мен айырбастың бірте-бірте өсе түсуі жекелеген адамдардың, ең алдымен көпестер мен өсімқорлардың қолында ақшалай қордың жиналуына қолайлы жағдай туғызды. Орта ғасырлық қаладағы ұстаханалар. Батыс Европада орта ғасырлық қолөнерге тән бір ерекшелік ұстаханалық ұйымдардың болуы. Цехтар, ұстаханалар нақты бір қаладағы мамандық иелерінің айрықша одақтарына бірігу. Ұстахана біріккен қолөнершілер тікелей өндірушілерге және өндіріс құралдарының меншік иелеріне айналады. Олардың әрқайсысы жеке меншік шеберханаларында өз аспаптарымен, өз шикізатымен жұмыс істейді. Ұстаханада шебер
көмекші шебер және шәкірттер әртүрлі сатыларда тұратын. Шәкірттің көмекші шеберге, одан шебер дәрежесіне көтерілуі үшін бірінші жылдар қажет болды. Шебер атану үшін қиын сынақтан өту керек еді. Ұстахананың бас шеберлігінен үміткер шебер өз кәсібінің қыр-сырын жетік меңгергендігіне дәлел бола алатындай бұйым жасай ұсынады. Бұл үлгілі бұйым қайталанбас туынды деп аталады. Ұстахана мүшелері өндірілген бұйымның кедергісіз өтуін және сапасын қадағалайды. Осы мақсатпен ұстаханалық жарғылар қабылданады.